Сәлем, қалдеріңіз қалай? Бүгін мен сіздерге өзімнің 10 жеке советімді бөліскім келеді. Ең біріншіден мен әйел ретінде бет күтімі туралы сөз айтқым келеді. Мен сізге бетіңізді өте жиі бетіңізге маска жасап тазартып отыруыңызды сұраймын. Және де ол үшін қымбат маскаларды сатып алудың қажет жоқ. Үйіңіздегі барлық жеміс-жидектер, овощтар, немесе оливковое масло болса, соны қолданып, егер жиі маска бетіңізге жасасаңыз, ұйқыдан тұрғанда немесе ұйықтар алдында бетіңізге өте пайдасы зор. Өйткені жеміс-жидектерде, овощтарда бетімізге керек витаминнің барлығы бар. Мысалы, бананды езіп бетіңізге жағуға болады. Мысалы, мед пен огурцы. Және де жеке де алып көруіңізге болады. Өзім жазып қойғанымдай, мына жерде мысалы қарбызды да, помидор да бетке өте жақсы, лимон және жұмыртқадан жасасаңыз бетіңізге. Айран. Біз бұны барлығымыз білеміз, бірақ жасауға ерінеміз. Бірақ егер де сіз бұны әдет ретінде айналдырсаңыз, күн сайын, мысалы аптасына 3 рет маска жасап отырсаңыз, өте күшті результат көресіз. 1 айдан кейін, 2 айдан кейін. Мен екінші советім бұның аты intermittent fasting. Мен өзім соны жасап жатырмын. 16-да 8. 10 ай, оны жасау 10 ай. Бұл сіздің организміңіз тазартуға көмектеседі және өзіңіздің организміңіз демалып қалады. Және бұны орысша голодание деп аударса да, мен келіспеймін. Өйткені бұл жерде intermittent fasting'дің ең негізгі ережесі, бұл кешке таман сіз тамақ ішіп боласыз және аузыңызды, яғни кешкі ужиннен кейін аузыңызды жауып, келесі күні завтрак ішпейсіз. Яғни завтракты ішпейсіз, сонда сіз 16 сағат тамақ ішпеу керексіз. 16 сағат. Ұйықтап жатқандағы уақыт барлығын қосқан кезде. Бірақ ол уақытта су ішуге, қара кофе ішуге, немесе қара шай ішуге болады. Ең маңыздысы оның ішіне жаңағы сахар немесе сүт қосуға болмайды. Және сок ішуге болмайды. Тек су, жай қара шай, қара кофе ішіңіз. Және 8 сағат неше түрлі қандай тамақ ішкіңіз келсе де іше беруіңізге болады. Бірақ 16 сағат организміңіз демалып, өз-өзіңіз қалпына келеді. Бұл арықтау үшін емес, бұл денсаулығыңызды дұрыс күту үшін совет. Үшінші, әрине бұл советтерін өзім өте жақсы жасаудамын. Сондықтан да сізге өзім жасап көріп, өзім результатын жайлап көргеннен кейін сізге айтып жатырмын. Үшіншіден, мен таңертең ұйқыдан тұрған кезде лимон, су және тұзды алып, араластырып бір стакан ішемін. Яғни бұл сізге лимон мен тұз организмдегі барлық оққан мен білуім бойынша, ол да жаңағы сіздің организмде ұйқыдан тұрғаннан кейін сіздің жанаруыңызға және организмдегі олардың айтуынша белгісіз орысша переводы бактериялар барлығын организміңізден шығарады деп. Сондықтан сол өзіңіз зерттеп көріңіз, егер өзіңізге ол өте пайдалы денсаулығыңызға су, тұз және лимон. Соны бір стакан суды солай күніңізді солай бастаңыз. Келесі менің советім, бұл 4-ші, бұл аптасына 1 рет табиғатқа шығу. Мысалы, мен өзім хайкингке шығып үйреніп жатырмын. Ал сіз өзіңіздің тұратын жеріңізде міндетті түрде қандай ауа райы болмасын, қандай мезгіл болмасын, табиғатқа аптасына 1 рет шығып, 1 сағат, 2 сағат, егер де сіз шынымен хайкингке шықсаңыз, ол жерге 3-4 сағат уақытыңыз кетеді. Бірақ сіздің денсаулығыңыз және бұл спорттың бір түрі болып саналады. Табиғатқа жақынырақ адам уақыт көбірек өткізсе, оның психологиясына, оның ұйықтауына өте пайдасы зор. Келесі 5-ші мен советім, өзіңізге ұнайтын жұмысқа орналасыңыз. Өзіңізге ұнайтын жұмысты іздей беріңіз, ешқашанда тоқтамаңыз. Дәл қазір мен өзім психология барысында психическое здоровье MindNation деген компанияда жұмыс істеп жатырмын. Бұл компания барлығы онлайн. Мен ең соңғы советім сол туралы болады, бірақ қазір айтпайын. Бірақ 5-ші менің советім, өзіңізге ұнайтын жұмысты іздей беріңіз. 6-шы бұл өте сондай технический совет. Білмеймін, сіздер Қазақстанда
яғни мені қарайтын адамдар Қазақстанда бұны білетін де шығар. Мен осы жұмыста мынандай application немесе оны extension дейді ағылшынша. Оның аты Snov, яғни 4 әріптен тұрады, snov.io. Бұл веб-сайт өте жақсы веб-сайт. Бұл веб-сайтта егер сіз маркетинг саласында жұмыс істесеңіз, осы веб-сайт арқылы сіз любой компанияның іздеп жатқан адамның имейлін табуға көмектесіп береді. Бұл application бесплатный, тегін, яғни сіз компьютеріңізге орналастырып алғаннан кейін, сіз любой компанияның бетін ашасыз, сосын жаңағы экстеншнді басқан кезде, сол компаниядағы жұмыс істеп жатқан официальный адамдардың бүкіл имейл списігі шығады. Соны мен сізге тегін совет ретінде айтқым келеді. Келесі, жетінші совет, бұл мен жақында өзімнің жақын досым айтқандай, достарымызды таңдап үйреніңіз. Яғни қасымыздағы біз күн сайын араласатын 5 адам қандай болса, сіз де сондайсыз. Сіз сол 5 адам сияқты болып кетеді екенсіз. Оны сіз осознанно түсінбесеңіз де, шынымен де біздің күн сайын сөйлесетін адамдарымыз бізге тіпті WhatsApp арқылы сөйлессеңіз де, видео арқылы сөйлессеңіз де, олар сізге подсознательно үлкен әсерін тигізеді. Сіздің ойыңызды өзгерту мүмкін, сіздің басыңыздағы установкаңызды өзгерту мүмкін, жаңа установкалар салу мүмкін. Бірақ ол установкалар жақсы установкалар ма, әлде жаман установкалар ма, оны яғни сіз кейде білмей қаласыз. Сондықтан қасыңыздағы достарыңызды кіммен сіз сөйлесетініңізді таңдаңыз. Сондықтан да мен досым айтқандай, өзіңізден жоғары, сізден тіпті финансовый статусы жоғары, өмірінде үлкен жетістіктерге жеткен адамдармен сөйлесіп, олармен достасып алыңыз. Бұл мен досымның да советі, ол сіздің өміріңізге әсер етеді. Өміріңізді жақсы жаққа өзгертеді. Келесі 8-ші менің мақсатым сізге айтатын. Өмірде өзіңіздің алдыңызда үлкен мақсаттар қоя біліңіз. Және де ол мақсаттарға қалай жетудің жолдарын күн сайын бір 20 минут, 30 минут уақыт өткізсеңіз де, ешкімге айтпай, тіпті ол мақсаттарыңызды ешкімге айтудың да қажеті жоқ. Айтсаңыз да болады, ол өз мақсаттарын, өз үлкен мақсатыңызды ұмытпаңыз. Мен мысалы өзім мастер-кит проработкасын жасаймын, сол арқылы өзім күнделікті мәселелерімді, немесе үлкен мақсатымды да соған бір 20-30 минут уақыт бөліп, проработка тренажерді қолданып, сол тренажердің сөзін қайталап, өзіме пайдасын әкелудемін. Және 9-шы мен өзім, егер сіз пост жазған жақсы көрсеңіз, социальный беттерде жиі болсаңыз, Instagram, Facebook, мысалы өзіңіздің блогыңыз болса, күн сайын бір пост жазып үйреніңіз. Қандай тілде жақсы жазасыз, сол тілде. Бірақ егер жазуды жақсы көрмесеңіз, басқа бір өзіңізге ұнайтын хоббиді бастаңыз. Ал мен өзім осы постты 3 тілде жазып, әртүрлі психологиялық тақырыптарға, немесе өмірімдегі күнделікті болып жатқан нәрселерді бөлісіп отырамын. Бұл маған қызық және ұнайды, және жазуымды грамматикалық, мысалы осы пост жазудың арқасында мен грамматикалық қателіктерімді жөндей бастадым. Ең соңғы 10-шы бұл әрине мен қазір психология және психическое здоровье саласында жұмыс істеп жатқандықтан мен өзімнің сіз қай компанияда жұмыс істеп жатсаңыз да психологты көруді совет беремін. Және психологты көру тегін көре аласыз, егер сіздің компанияңыздың отдел кадров, оларда EAP сияқты бағдарламалар болса, сіз психологты тегін көруге құқығыңыз бар. Егер де бұл туралы білгіңіз келсе, маған хабарласыңыз. Мен MindNation деген компанияда өзім жұмыс істеймін, ол онлайн сингапурлық компания. Жарайды, осымен аяқталды. Көп рахмет. Маған комментарий жазуды ұмытпаңыз.